Получается детище. Давайте бурными аплодисментами, стоя. Badalay kampanyasının prezidenti Aqto'be қаласында Musa Aman Begalova Qo'shoqlar qo'shib o'tiradi. Prezident arkadaşlar. Бурные аплодисменты. Ассалаумағалейкум. Енді уақыттың тығыздығына байланысты біздің ең мықты статустар жасап жүрген осы кісілерді күттіргімге тұрған жоқ. Негізі қара жұмыс жасап жүрген осы біздің менеджер, наставник, мастер, советник деген кісілер ғой. Шындығында осы кісілерді қатты құрметтейміз. Бұл кісілер ойын жүзеген, ойын басқара білген, бизнес тәртібін басқара білген, комфортный зонадан шыға білген азаматтар. Келсеміз ғой, комфортный зона ұстайды. Кішкене күйеуіңіз бір 700 мың, 800 мың әкетіп ұстай ма? Ұстайды. Адам кішкене қиналғанда бар ойланады ғой. Ал біз ойды қашан түзейміз? Өзімізбен жұмыс жасағанда түзейміз. Мен енді 5 сағат сабақ бергім келіп тұр осы жерде ше. 5 сағат. Бірақ 5 минут уақыт берді ғой маған. Бірдеңе айтайыншы деп ойлаймын, осы сөйтесіңдер ғой енді. Құрметті достар, өзіміз түзелмей, өміріміз түзелмейді. Өзіміз өзгермей, айналамыз өзгермейді. Осы мәселе құтыға не толса сол төгіледі. Сүт толса, толтыра құйсаңыз сүт төгіледі. Дұрыс, су құйсаңыз су төгіледі. Арақ құйсаңыз арақ төгіледі. Көмір түсірсеңіз үстіңізге көмір жұғады. Он түсірсеңіз үстіңізге он жұғады. Дұрыс па? Яғни қателіктің барлығы қайда? Біздің ойда, достар. Түп санаңызды түзеңіз, ойды реттеңіз, түп сананы басқарыңыз. Қиын жағдайға түстіңіз бе, оған ешқандай жаңағы мойымау керек. Жараймы? Ол Аллах Тағаланың берген бір сынағы деп, белгілі бір баспалдаққа шығатын сәтті есептеңіз. Құладыңыз ба? Дәл солай қуаңыз. Ол мен құладым, маған үлкен сабақ берді Аллах Тағала деп. Мінекей, себебі ол жағдайда саған, сенің Аллаң жаңағы сені жақсы көріп, осы ізденсін, оқысын, білсін, ойын реттеп алсын деген сондай бір жағдаятты туғызып тұр. Кестік па? Бұл да бір инсайт сіздер үшін. Мен күнде оқимын, сабақты өйткені дым білмеушімін. Құрметті әріптестер, үнемі оны қайталаймын. Мен дым білмеушілердің қатарынамын. Білем дедіңіз ба, шірк көкірегіміз бізге өзімізге қымбатқа түсті. Бәленбай жыл уақыттарды жоғалтты, құрметті әріптестер. Не істеп жүргенімізді білмедік. Қағидаларымыз дұрыс болмады, дұғамыз дұрыс болмады, амал болмады, садақа бермедік. Сондықтан біз бетімізбен балшыққа қайталап құлай бердік. Келсеміз ғой. Сондықтан біз білмеушілерміз. Ақша қайда? Ақша ойда. Ақша түп санада, достар. Ойды дұрыс жағына, позитив жағына, разылық жағына, білім жағына бұрыңыз. Бүгін жазғаным, жаңа жазғаным. Ойыңызды шаршатпаңыз. Ойды сусындатып, ойға күш беру керек болады. Энергия да ойда жатыр, білім де жатыр. Құрметті әріптестер, сондықтан біз ойды біліммен сусындап, жақсы позитивті ойға бұрып, жеңілдетіп жүруіміз керек. Үнемі. Ойыңызды өзгертіңіз, ой санаңыз өзгеру керек. Ойыңызға жеңілдік сыйлаңыз. Жарай ма? Қошемет қайда? Ақтөбе. Және тағы бір мәселе ішкі көңіл. Ішкі күйзеліс немесе ішкі қуаныш. Ең болмаса қиын жағдайда болып жүрсеңіз де, ішкі жағдайда қалыпты деңгейде ұстай біліңіз. Жарай ма? Қалыпты деңгей деген нормада. Кестік қой. Немесе төмен түсіп кетпейді, ол төмен түсіп кетпейді, нормада ұстасаңыз. Яғни сізде білім алған уақытта изобилие жоғары қарай кетеді. Түсінікті ғой, ішкі көңіл күй. Ішіңіздегі өзіңізден басқа бір адам бар. Сол адамды абайлаңыз. Айтады ғой, адамның ішінде екі қасқыр болады дейді, біреуі қара, біреуі ақ. Қайсысын көбірек біз қоректендірсек, сол сыртқа шығады ғой. Байқайсыздар ма, адамдардың киім киісіп, мүлдем өзгеріп кетеді. Еркектер 5-6 сырға тағып алған, мұрнына дейді. Неге? Түп сана. Ой, уланып жатыр. Келсеңіз ба, ондай бар ғой.
Сондықтан біз өзімізге ішкі көңіл күйімізге мықты абай болуымыз керек. Ішкі көңіл күй жағдайында жоғары ұстаңыз, төмен түсірмеңіз. Қиын кезеңде жүрсеңіз де қалыпты деңгейге ұстаңыз. Төмен түсіріп алмаңыз. Менен бүгінгі айтатын әңгіме осыған. Нарықта өзіңізді қалыпты деңгейде ұстаңыз, өте жұмсақ ұстаңыз. Нарық ол өзінің деген істейді. Нарық тірі организм. Нарық өзінің деген істейді. Нарықта компания көп. Бірақ неге біз Dandelion ерекшелігін, Dandelion компаниясының тұрақтылығын, статистикасын түсініп алмай жүрміз? Неге бұл саладағы ерекшелікті айта алмай жүрміз да? Мәселе осыда. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін. Менің Ақтөбем залды 450 адам ғана жинаңыз дедім ба? Бүгін 600 адам жинап қойсыңдар ба? Студенттерді қайдан тауып 1000 адам шақырмайды жалынан қоймайшы. Біреулер жинаңдар деп жинай берсе, мен 1000 адам шақырмаңдаршы деп. Ограничение сатыңдар деймін ғой. Білмеймін, студент тапқанда тағы мен Астанаға кетіп қалдым, тағы да билет шығарғанда осы міне лидерлердің арқасы ғой. Молодцы. Мен енді қазір лидерлерді шақыратын болсам уақыт тап кетеді. Сондықтан мен болдым, басымды иіп, халқымыздың дені сау болу керек. Халқымыз кредитте болмау керек. Әрбір қазағының үйінде кредит жабылсын. Жақсылықтар шаңырағына ағылсын. Алыстар, миллиондар жеп-жеңіл ай сайын минимум 5 миллиондар табыла берсін. Рахмет, той-той қыласың деп аяқтайды. Қосылған қошеметтер. Осы Аманбек ауылы президент. Компания Dandelion. Рахмет, ауылымызға сізге көп рахмет. Ал енді құрметті бүгінгі осы кешімізге жиналған құрметті қонақтарымыз, әрбір компанияның өзі бастау алғанда кішкентай бала сияқты тәйдай басып қадамын жасайды, кішкентай бала ұқсап бір сүрінеді, бір құлайды. Бірақ кішкентай бала орнынан тұрып, сүрініп қайта құлап, орнынан тұрып, ақыр соңында Алланың бізге берген сый несібесі буыны қатайып, аяғынан нық жүріп кетеді. Сондай осы Dandelion компаниясында тәй-тәй басып, қадамын бастап жатқан менеджер деген статусын жапқан құрметті қонақтарды қол соғып қошеметпен құттықтап қояйық. Хотим наградить менеджеров нашей компании Dandelion. Шапалақтап